Так, келесі орналастыру тең. Так, мына жерге формуласын жазып қоя салайын. mn тең mнің факториалы аламында бөлімінде m минус n. Так, мына жаққа енді a бөлшек сызық 5-дің факториалы аламында бөлімінде, яғни 5 азайтылған 3, 2-ның факториалы. Сонда 2-ның факториалын жазамыз сендерге, өйткені бөлімнен қысқарып кеткен. Мына жақта 3, 4, 5 жазып қоямыз. Бөлімдегі 2 факториалмен қысқарып кетеді ол бізде. Сонда 3, 4, 5-дің көбейтіндісі 6 қысқарып кетеді. Ответі да. Так, келесі парабола төбесінің координаталарын табыңыз. Так, парабола төбесін табу үшін бізде, яғни мынаны жазылайық, бірінші функцияны a жақшаның ішіне x минус m сыртында квадрат плюс m деп жазамыз. Так, осы жерде m-ді табатын формуласын жазып қояйын сіздерге. Минус v бөлінген 2a. Так, n-ді табатын формула минус дискриминант бөлінген 4a. Мінекей. Так, осы жерге қараңыздар. m-ді тауып алайық бірінші. Так, m тең. Қазір дискриминантын тауып есептемей, сразу есептейтін жол көрсетейін сіздерге. Так, v дегеніміз яғни минус 2, мына жерге минус 2-ні жазайық. Бөлімінде 2 көбейтілген a-мыз 1-ге тең, 2. Так, содан кейін минусқа минусқа плюс болып кетті, значит 2-ге бөлеміз 1. Қараңыз енді. Осы 1 деген санды бұл жерге қоятын болсақ, бізде мындай шығады екен. X минус 1 сыртында квадраты қосылған n. Енді осыны жақшаны ашатын болсақ, так, x-тің квадраты минус 2 x қосылған 1 қосылған n. Қараңыздар, мұна жерге үшін бізде m пайда болып тұрған. Енді нешені қосқанда 15 шығады. Яғни 14-ті қосқанда 14-ті қосқанда. Сонда a нүктесінің координатасы, бастапқы координатасы төбесі 1-де 14-ке тең болады екен. Яғни жауабы бізде A варианты. Түсінікті деп ойлаймын.